Барлықтарыңа сәлем достар, кезекті видеоға қош келдіңдер. Сендерді көргеніме қуаныштымын. Бүгінгі бізде қозғалатын тақырып қалай конспектіні дұрыс жазу керек. Осы тақырыпты толық ашып айтатын боламын, сондықтан да соңына дейін бірге болыңдар. Talk to me. Okay. Жалпы конспект дегеніміз ол белгілі бір тақырыпты, ақпаратты түсініп оқып, соны қағаз бетіне түсінікті қысқаша етіп жазу, иә. Яғни конспектіні қалай дұрыс жазамыз? Ең бірінші нәрсе, жаңа айтып өткенімдей, сен белгілі бір тақырыпты көшіріп алмай қағаз бетіне, оны түсініп жазуың керек. Ал оны түсініп жазу үшін мен сендерге қазір бір өзім қолданатын лайфхак айтқым келіп тұр. Біріншіден, мысалға тақырыптарды бөлім ретінде жазу. Мысалға сен белгілі бір тақырыпты оқисың делік, мысалға Азия континентінің табиғи жағдайлары деген секілді, иә. Сол тақырыпты ең бірінші бетіне жазу керек. Яғни сен көзбен сол тақырыпты көрген кезде уже миыңда сол туралы түсінік пайда болады. Одан кейін сол оқыған тақырыпты, мысалға негізгі бөлімдері, одан кейін сол тақырып бойынша мысалдар, одан кейін соның қорытындысын жазу керек. Енді негізгі бөлімді қалай жазамыз, иә? Мен өзім жасайтын лайфхакты айтып өтейін конспектіні. Мен конспект жасаған кезде қағаздың парағын екі бағанға бөлем. Мысалға бірінші бағанына сол оқыған тақырыптың кілт сөздерін жазам, екінші бағанына сол кілт сөздерінің түсініктемелерін жазам. Мысалға бірінші кілт сөзді алып қарасақ, мысалы горизонталь, горизонтальдың екінші жағына соның түсініктемесі, яғни биік нүктелерді қосатын қисық сызық деген секілді, иә. Сол секілді сендер жаңағы оқыған тақырыптарының арасынан маңызды деген факторлармен, маңызды факторларды, кілт сөздерді жазып, солай қасына түсініктемесін жазатын болсаңдар, сендердің миларыңда да жүйе пайда болады, және оны оқыған кезде де зрительный память арқылы тез жаттап алатын боласыңдар. Келесі тәсіл ол конспект жазған кезде графикалық әдістерді қолдану, мысалға ол схемалары болуы мүмкін, кестелері болуы мүмкін, немесе белгілі бір суреттер салып қою, немесе суреттерді қиып жабыстыру деген секілді, иә. Сол арқылы, тоже зрительный память арқылы, көзбен көру арқылы тез және оңай жаттай аласың, және ол миыңда шашырап каша болмайды, яғни барлығы қағаз бетінде жүйелі түрде жазылып тұрады. Сонымен қатар конспект жазып болдыңдар, барлығын түсініңдер, және оны кейін қайталап отыру керек. Яғни қайталау білімнің анасы екенін өздері білесіңдер. Сол себепті өздерің жазған тақырыптарды кейін тағы бір қайталап, және достарыңа сол түсінген тақырыбыңды түсіндіріп беретін болсаң, онда миыңда ұзақ жадыға сақталатын болады. Ал достар, осы пайдалы ақпараттар мен лайфхактар ұнаса, лайк басып, коммент жазып кетуді ұмытпаңдар. Және сендерге керемет мүмкіндік. Біздің телеграм каналда жалпы ұбт-ға байланысты, ұбт-да қандай сұрақтар кездеседі, нұсқалар, пайдалы ақпараттар барлығы салынған. Осы ақпараттарды тегін алғыларың келсе, описаниеде телеграм каналға сілтеме қойылған, сол жақтан өтсеңдер болады. Ендеше сендермен қоштаспаймыз. Келесі видеода кездескенше.